Кітапқұмар оқырман үшін 23 сәуір дүниежүзілік мереке. Қайғылымның болмысын биікке жетелейтін құнды қазынаны оқу, білгенін өзгеге үйрету оқуға құштар ұлтты қалыптастырады. Айтулы датаны Ордабасылық білім бөлімі аудан көлемінде атап өтті. Танымдық берері мол жиында кітапхана жобасының жеңімпаздары марапатталды. Кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі. Кітап күні қарсаңдағы жиын осы тақырып аясында өрбіді. Ордабасы аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткен жиынға аудан мұғалімдері, кітапханашылар, оқушылар мен облыстық білім беруді дамыту орталығының директоры қатысты. Кітапхан жобасының ұйымдастырушысы Бақытжан Нұрмаханбетұлы кітап оқу мәдениеті белгілі бір тақырып төңірегінде пікір алмасып, томдық еңбектің тұшымды түйінін айту, көп кітапты кеміру арқылы келетінін айтты. Сонымен қатар аталған жобаға қатысып, жеңіске жеткен ұстаздар мен оқушыларды марапаттады. Кенжебаев атындағы жалпы орта мектебінің оқушысы Төреқұл Рамазан марапатталады. Смаев атындағы жалпы орта мектебінің оқушысы Әбділда Әлихан марапатталады. Мәруа Сәуленбаева балалар оқу сайысында облыстағы қатарластарынан оқ бойы оза шығып, ағымдағы оқу жылында республикада 2-ші орынды иеленген. Кітап оқу еркін ойлауға, таным көкжиегіңді кеңейтуге жол ашады деген кітап сүйер оқырман баршаны кітап оқуға шақырды. Балалар оқуы байқауында 2 бағытта болады: шетел әдебиеті және қазақ әдебиеті. Жаңағы осы бағыт бойынша шығармалар береді. Сол шығармалардан жаңағы тест, жазбаша тест және де эссе жазу арқылы баланың сөздік қоры, оның сөздік зергерлігін таныту мақсатында және осы кітап оқу арқылы оны баланың есте сақтау қабілеті, жады секілді бағыттарды қамтиды. Және де бұл оқушылардың білімін арттыруда өте маңызды деп санаймын. Сайыстың мақсаты жас буынды ұрпақты кітап оқуға баулу, сол арқылы дүние танымын арттыру арқылы балаларға рухани жағынан жаңағы толыстыру, яғни рухани жағын байыту болып табылады. Және бұл кітап оқу сайысына қазіргі таңда Қазақстан бойынша Қазақстанның барлық өңірінен осы республикалық кезеңге көптеген оқушылар келген болатын. Олардың барлығы сол сайыста бақтарын сынап, өздерінің жаңағы деңгейлерін көрсетіп, өздерінің жаңағы алғырлықтарын көрсеткен болатын. 8-ші, 11-ші сыныптар аралығында болады. 8-ші сыныпта мен алғаш өзімнің деңгейімді сынап көрдім. 2-ші жылға сәл болсын өзіме тәжірибе жинақтаған болатын. Адам ешқашан берілмеу қажет, жылда сынап көру керек, сол арқылы өзіне тәжірибе жинау арқылы шынында биікке жетеді. 1995 жылдың 16 қарашасында өткен ЮНЕСКО-ның жиынында мереке туралы қарар қабылданып, 23 сәуір дүниежүзілік кітап және авторлық құқық қорғау күні болып жарияланды. Шараны ұйымдастырушы білім бөлімінің әдіскері кітап оқу бұл датамен шектелмейтінін, ауданда оқуға құштар жандардың 1000-нан асатынын алға тартты. Бүкіл қазақстандықтарда бүкіл әлемде үлкен мереке, себебі бүгінгі күні біз әрқайсымыз өзіміздің өскелең ұрпаққа, балаларға рухани байлық беру үшін өзіміздің оқыған кітабымызды насихаттап, оқушыларға үйретіп, айтып, және өзіміз оқыған кітабымызды сыйға тартып, бүгін сонда үлкен мереке жасауымыз керек. Жалпы бұндағы мақсат, мінекей бізде кітапхана жобасы өтеді облысымызда. Бұл Қазақстандағы ең үлкен ірі жобаның бірі. Бұндағы мақсат жаңа балалардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру. Мінекей біздің ауданымыздан 1000-ға жуық оқушы мен мұғалім педагогтар тіркелген. Әзіргі таңда апталық, айлық кезеңдерден өтіп, мына жылдық кезеңге аудандық білім бөлімінің әдіскерінен, мектеп басшысынан және мұғалімдер, педагогтардың арасынан бір мамандар жылдық сайысқа қатысқалы отыр. Бұндай жетістік бізде алдында болған. Осы Амангелді Манов атындағы мектептің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Таубаева Венера қатысып, кезінде теледидар ұтқан, оқушыларымыздың барлығы велосипед ұтқан. Мінекей ол деген балаларға үлкен бір мотивация, қызығушылық. Содан кейін біздің балаларымыздың саны көбейіп, қазір тіркеуде тұрған оқушы көп. Апай, біз қашан кітабымыз талқылаймыз, бізге қашан мұнда мүмкіндік туады деп жатады. Біз бұған қуанамыз. Себебі оқуға құштар оқушы, болашақ оқуға құштар ұлтқа айналады. Сондықтан біз мектеп табалдырығынан келгеннен бастап балаларымызды көркем әдебиетке оқуға қызықтыруымыз керек.
Аталған жиын Амангелді Иманов атындағы жалпы білім беретін мектептің шаңырағында өтіп, білім ұясының шәкірттері сахналық қойылым қойды. Хәкім Абайдың қара сөзі мен өлеңдерін оқып, ақынның ақыл, ғылым, ар, мінез деген қасиеттеріне жетіп, кемелдену үшін кітап оқу керегін айтты. 1400-ге жуық оқушысы бар мектептің басшысы шәкірттерінің ұстаздардың кітап оқуға қызығушылығы жоғары екенін, мектеп ішінде түрлі сайыстардың тұрақты түрде өтіп тұратынын айтады. Дүниежүзілік кітап оқу күніне біз таңертеңнен бастап, бүгін сағат 12-де бүкіл әкімшілік құрам жиналып, оқушылардың классқа кіріп, сабақ үстінде бір 5 минут уақыттарын алып, мен оқыған бір кітап, мен оқыдым, сен де оқыды деген іс-шара өткіздік. Біз былтырғы оқу жылында 105 кітап, мен оқыған бір кітап жобаға қатысып, барлық мұғалімдер бір кітаптан оқып, оны жаңағы талқылап, өзара соның жаңағы ол кітапты талқылаған кезде кейбір кітаптардың тыңдап отырып мазмұнын бір жылап алдық, бір күліп алдық. Ол бір керемет, сондай бір керемет іс-шаралар өткізудеміз. Ал оқушыларыма келетін болсам, олар жаңағы түрлі іс-шара болсын, іс-шара болмасын, жаңада сахнадан көріп тұрсыздар, мәнерлеп оқуы олардың, содан кейін жаңағы кітапқа оқудың құштарлығы жылдан жылға артуда. Кітап қоры толығымен жеткілікті, оқулық 100% жеткілікті, сонан соң жылда әдеби кітаптармен толықтырудамыз. Ол жаңағы акциялар өткіземіз, өз ұшқан ұяңа кітап сыйла деген акцияларын өткіземіз. Сонан соң жаңағы осы білім бөлімі әкімшілікте келіп, аудан әкімі де келіп біздің мектебімізге кітап сыйлағаны бар. Сонан соң оқушылар да өздері оқитын ертегілері болсын, әңгімелер, романдар, поэмалар, соларды алып кеп сыйлап, өздері осында оқиды. Кітап адамзаттың ақыл ойынан пайда болған рухани байлықты сақтап, оны ғасырдан ғасырға жеткізіп отыратын құрал, білім мен тәрбие көзі. Ол адамзат жасаған бағалы, ең ұлы кереметтердің бірі. Арайлым Әбсағат, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.